Кеш жарық қыздар, қалайсыздар? Бисмиллах деп бастайық, иә? Кісілер қосыла берсін. Мен основной темамды бастамас бұрын сұрақ жауап эфирін өткізе берейік. Сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, қоя беріңіздер. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай болып жатыр? Сіздің эфир сторис жіберсем бір нәрседен құр қалғандай боламын. Жаным, Ботакөз менің бір эфирімді жібермейді ғой, машалла. И мен бұл кісіге как постоянный, верный клиент ретінде мен бір сабағымда сыйға бергем. Жолдасым офлайн болатын құнды курсқа жібермеймін деп отыр, не істесем болады деді. Алладан дұға етіңіз. Алла тағала менің күйеуімнің жүрегіне салшы деп. Сосын күйеуіңізге оның выгодасын айтыңыз. Измена қалай кешірем дейді. Қыздар, негіз бар ғой. Жаңағы бір жерге шақырғанда жібермейді. Мысалы, бір нәрсені айтсаң түсінбейді, отағасы, мысалы, негізі әр нәрсенің уақыты болады. Әр нәрсенің өз уақыты болады. Значит, время еще не пришло деген сияқты. Маған эфир тақырыбы қызық болып тұр дейді. Кеше босандым, шүкір, послеродовая депрессия болмас үшін қандай кеңес айтасыз? Қыздар, послеродовая депрессия болады деп, это не у всех бывает, понимаете, қыздар? Это не у всех бывает. Просто ойламаңыздар ол нәрсені. Просто заботьтесь о себе. Бөпеңізді бауырыңызға басып ұйықтаңыз. Ойбай, анау не дейді, мынау не дейді, ана енем бүйтіп ойлап қалады, мынау бүйтіп ойлап қалады деген бәрін қойып, просто өзіңізге көңіл бөлсеңіз, ешқандай депрессия ештеме болмайды да. Әйтеуір бір модный бір сөзді естіп алады да, сосын елдер өздеріне внушение жасайды. Так, что-то бүйтіп тұрмын, наверное, депрессия, бүйтіп жүрмін, наверное, депрессия деген сияқты. Просто надо любить и заботиться о себе, қыздар. Ішкі состоянияларыңызбен жұмыс болса, ештеңе болмайды да. Просто вовремя демалу, вовремя ұйықтау. Сүт болу үшін де, мысалы, ұйқыны қандырып ұйықтау керек. Балаңыз ұйықтаған кезде қасына жатып ұйықтаңыз. Бір әйелдер бар, невротиктар. Келген кезде, если үй шашып жатады, босанып роддомнан келеді, үй шашылып жатса, ана белді буып тастап, үй жинап кетеді, пол жуып кетеді. Кезінде мен өзім сондай болғам. Я понимаю, понимаете? Намаз жайлы айтсаңыз, қыздар, намаз жайлы айтатын ұстаздар бар, сабақтар, соларға барыңыздар, хорошо? Мен психология жайлы айтам. Психология может через призму ислама, түсінікті ме? Просто вот эти вот всякие сізді отвлекать ететін, өзіңізден отвлекать ететін, сізге ұнамайтын проблемаларды шешіп үйренетін болсаңыз, ешқандай депрессия ештеме болмайды. Бәрі нормально болады. Көбінесе депрессия қандай адамда болады? Жоқ деп айтамайтын адамда болады, өзінің қалауын орындай алмайтын адамда болады, жөндіні жөнсізді уайымдай беретін адамда болады, өзін қабылданбаған, өзін жақсы көрмеген адамда болады, өзін жақсы көрмеген, өзін қабылданбаған, өзін төмен санайтын адам не істейді? Значит, мені басқалар жақсы көру үшін мен ананы істеуім керек, мынаны істеуім керек, маған ұнаса да, ұнамаса да мен жүгіре беруім керек деп ойлайды да. И в итоге соның кейін не істейді? Выгорание болады, ішінде реніш жиналады, бір күн ол жарылады. Вот. Потом что? Чувство вины, қателесуден қорқады, или бір қателік жасап қойса, сол үшін өзін мүжіп жеп тастауға дайын, Это тоже неправильно. Сол нәрселермен жұмыс жасайтын болсаңыздар, қыздар, ешқандай депрессия да болмайды, ештеме де болмайды. Понимаете? Просто любите, заботьтесь о себе. Өзіңіздің ішкі состояниеңізбен жұмыс жасап, өзіңізді тыңдай білсеңіз, что я хочу? Қазір мен шаршап тұрмын, ұйқым келіп тұрмын, бардым, ұйықтадым да, мысалы. Но это не означает, мысалы, намаздың уақыты келді, бірақ сен барып ұйықта деген сөз емес. Бірінші Алланың бұйрықтарын орындайсыз, мысалы да. Онан кейін, конечно, забота о себе. Су ішкіңіз келіп тұрма, барасыз да су ішесіз. Қарныңыз ашып тұрма, барасыз да тамақ ішесіз. То есть слышать себя, понимаете, қыздар? Көп әйелдерде өзімен контакт жоқ. Мына миында миллион ойлар жүреді күні бойы. Бір болмайтын дүниелерді ойлайды. 40 жылға бірдемені ойлап жүреді, біреуге ренжіп жүреді, біреуге айта алмаған сөздің миында күрт кетіп жүреді. Ертеңді ойлап жүреді, ертең бола ма, болмай ма, оны бір Құдай біледі. Знаете, в чем, кто такой успешный человек? Білесіздер ме, қыздар? Успешный человек деген это тот человек, который успел за свои 24 часа бүгінгі істейтін нәрсесін 24 сағатта жасап үлгерген адам. Вот это успешный человек, понимаете, қыздар? Сол үшін бүгінгі күніңізді толыққанды өткізетін болсаңыз, вот вы успешный человек. Бір адамды ұмыта алмай жүрмін, не істесем болады дейді. Негізі, қыздар, біз адамды ұмыта алмай жүрмейміз, біз просто сонымен болған кездегі эмоцияларды ұмыта алмай жүреміз. Мы хотим вот эти эмоции, на самом деле. Ол адамға қатысы жоқ. Просто вот эти эмоции. Сол адамның қасында болған кезде ол адам сізге қандай эмоция сыйлады?
чувство, там, білмеймін, чувство полноценности сыйлады ма, не сыйлады, чувство влюбленности сыйлады ма. Сол состояниені ұмыта алмай жүреді адам шы. Бір жігітті ұнатам, ол мені іздемейді, жақсы көрем дейді, бірақ іздемейді, жазбайды, өзім жасайды. Қыздар, ұнатқан адам, реально сіз жігітке керек болсаңыз, ол сізді іздейді. Потом қарым-қатынаста догоняющий, убегающий деген нәрсе бар. Пока сіз оның артынан қолап жүрсіз, іздеп жүрсіз, ол сізді іздемейді. А зачем іздейді? И так 24 сағаттың 12 сағатында сіз оны іздейсіз. Сонда не болады? 12 сағат сіз іздесеңіз, 12 сағат ол іздесе, сонда 24 сағат екеуіңіз бір-бірлеріңізге общаться етуіңіз керек па? Попробуйте, іздемей көріңіз. Ол іздемей ма, значит, онда он вас не любит, понимаете, қыздар? Имейте свою ценность, кішкене бағаласаңыздар өздеріңізді. Өздеріңізді бір құны жоқ, бір тегін зат сияқты ұсына бермеңіздер көрінген адамға. Неге кейде тексергім келіп кетеді мұждың инстасын дейді. Өзіңіз жауап беріңізші, неге сіз тексергіңіз келіп кетеді? Что вы там ищете? Так, қазір треугольник жайлы айтам бұйырса. Терапия қанша болады? Онлайн 30 мың теңге, офлайн 50 мың теңге. Жолдасым пособиені сұрай береді, не істедің деп сұрай береді. Пособие сұрама десем, неге ақша сенікі менікі деп бөлесің дейді. Не істесем болады, шаршап кеттім, үйдесің, жұмыс істемеймін. Үйдемін, жұмыс істемеймін дейді. Қыздар, мәселе ақшада емес. Мәселе, опять, это тоже треугольник. Күйеу бар, әйел бар и пособие бар да. Мына пособие жоқ болса, қандай не бар екеуіңізді байланысып тұрған? Такое ощущение, екеуіңізде басқа тема жоқ сияқты да. Вот это вот пособие да, бір ортақ тема бар әйтеу. Басқа қызықты тема жоқ сияқты. Түсініп тұрсыз ба? Адамды қалай ұмытсам болады, Санер ханым, өтініш айтсыз. Мен айттым ғой жаңа. Қыздар жүктілікпен бала дүниеге так. Қыздар қазір сұрақтарыңыз көп болып жатыр. Мен ашып үлгермей жатырмын. Өткізіп алып жатсам ренжімейсіздер, иә? Қыздар жүктілікпен бала дүниеге келетін периодқа кайфпен қараңыздар. Я, қыздар, кейін әлі сағынасыздар. Әлі екіқабат болғыларыңыз келетін болады, әлі кішкентай бөпе сүйгілеріңіз келетін болады. Сол үшін сол моментті прям наслаждаться етіңіздер, здесь и сейчас болып. Егер сіз көніп жүрсеңіз, треугольникта вторичная выгодасы бар деген сөз түсіндіріп беріңізші. Хорошо, қазір қыздар. Әпке тұрмыстамын, бәріне шүкір, барлығы жақсы, но у меня такое чувство, что это счастье ненадолго, қорқыныш, не пойму себя дейді. Вот эти вот непонятные чувства, да, тревога деген нәрсе, қыздар, бұл бір ата-анадан қалған сценарий болуы мүмкін, немесе балалық шақтан қалған сценарий болуы мүмкін, немесе бір установка болуы мүмкін. Мынандай нәрсе, мынандай бір қазақта бір жаман сөз бар да, көп күлген бір жылайды дегенше. Сол секілді бір установкалар болған кезде адамда осындай тревога жүреді постоянно. Ойбай, қашан жаман нәрсе болады деп. Кезінде бір кездері менде де сондай нәрсе болды. Өмірде бәрі күшті болып кетсе, қашан ұрсам, енді қашан бәрі бардақ болып тұрады деп, бардақ болады деген сияқты тұратын ше. Как я научилась с этим справляться? Бұл жерде ешқандай психологияның, бұл жерде бұл кезде психологияны білмеген кезде, мен просто садақа бере беретін. Как только тревога, да, чувствую, да, что-то может плохое произойти. Не деп айтады? Садақа бәленің алдын алады дейді. Алла тағала келе жатқан бәлені қайтар садақа беріп. Все, я успокаивалась. Понимаете? Но енді психология тұрғысынан қарағанда, бұл енді надо жеке терапияда қарау керек. Бұл қайдан келген сценарий? Мен сабақтан кейін сабақтағы қолданатын сөздерді не көрсем сол сөзді естимін, даже ант тыңдасам естимін. Соған таң қалып отырмын, жұмыс жасап жатырма деп. Машалла. Менде 4 бала, бәрі кішкентай, 5, 4, 3, 2, 3 ай. Сол миым ашып кетеді, сосын төркініме қонуға жиі жіберем. Сол дұрыс па, балдарыма зиян емес пе дейді. Түсінбедім. Сіз өзіңіз толық төркінге қонуға жиі барасыз ба сонда? Жиі жіберем дейді. Мен дұрыс түсінбей тұрмын. Жақсы. Күйеуіңіз іздемесе ше дейді. Қыздар, білесіздер ме? Күннен күнге нұрланып жатсыз, машалла, Гүмішке ұқсайсыз. Рахмет, қыздар. Мен бір қайын сіңілім солай деп айтатын баяғыда. Гүміш әпке деп айтатын. Так. Күйеуім іздемесе, я себя чувствую не окей деген, это анандай бала позициясындағы әйелдік ше. То есть мені біреу іздеп тұру керек. Негізі ересек әйелдің ше, ересек зрелый әйел ондай нәрсеге нуждаться етпейді. Чтобы меня кто-то искал,
чтобы мне кто-то там, білмеймін, признавался в любви, маған біреу комплимент айтып тұру керек. Если ол нәрсе менде болмаса, значит, что-то бір проблема бар деген постоянно тревогада болатын адам, ол бала позициясындағы адам. Ал зрелый әйел ол өзіне өзі жеткілікті негізі қыздар. Мысалы, қайтсам екен, зрелый әйел деген қандай әйел? Бұл өзінің өмірін толыққан түсіріп жүрген әйелді. Мысалы, күйеу іздемейді дейді. Қандай әйел? Если мені күйеуім іздемесе, мен не океймін деп сезінетін әйелді. То есть өзінің окей, не окей екендігін, яғни өзінің полноценно жақсы, өзін бақытты сезіну үшін бір условия қойып алған да. Яғни мен өзімді 3-ке бағалаймын, мен күйеуім мені іздесе, маған комплимент айтса, мен өзімді 5-ке сезінемін. Мен өзімді 3-ке бағалап тұрмын. Значит, самому оценка, я себя оцениваю на 3 деген сөз. Мен өзімді 3-ке бағалаймын деген сөз. Сол ана 2 балды, ана 5-ке жеткізетін 2 балды мен қалай добирать етемін? Мен күйеуім іздеу керек, мен өзімді 5-ке сезіну үшін. Чтобы мен өзімді 5-ке сезіну үшін, мен всегда красавица болып жүрім керек. Чтобы мен 5-ке сезіну үшін, маған постоянно елдер комплимент айтып тұру керек. Чтобы мен 5-ке сезініп тұрсын, маған тағы бүйту керек, сөйту керек деген постоянно жаңағыдай өзіне бір 2 балды сырттан іздейтін адамдар бар шы. Бұл самооценканың төмендігі және де кішкентай бала қыз позициясы да. Ал зрелый әйел ол өзін 5-ке санайды. Бұл мен күйеуім іздесе де, іздемесе де, күйеуім маған сен андайсың, мындайсың десе де, кім не десе де, мен өзімді 5-ке сезінем, ол маған жеткілікті болды. Мені біреу, ой, сен 3-сің деп айтса да, главное, мен өзім 5-ке сезінем, болды. Ешкімнің сөзі мені не задевает. Понимаете? Вот это зрелое состояние. Если ол келісіп атса, ана кісі маған бүйтіп айтты, негізі реально ол кісі дұрыс айтады. Дейді, зрелый әйел не істейді, сонымен жұмыс жасайды. Рахмет ескерткеніңізге деп ше. Ал өзін 3-ке бағалайтын, 2-ке бағалайтын, 4-ке бағалайтын әйел всегда сырттан внимание іздеп тұрады. Мен 5 баламмен тастап, күйеуім тоқал алып алды. Менің 19 жыл отбасым бұзылып жатыр. Енем де күйеуімнің қателігін көре тұрып қой деп айтудың орнына соған еріп кетіп жатыр. Не істеуге болады? Қазір бастаймын, қыздар. Треугольник темасын иншалла. Бала ешқашан қарым-қатынас сақтап қаламайды. Кететін адам кетеді, дұрыс айтасыз. Сонда да баланы обалына қалам деп ойламайтын қыздарға таң қалам. Как отпустить измену? Так, жоқ, балдарымды жиі жіберемін. Шүлкенімді, өзімнің тыныштығымды ойлап, соның балапандарыма тағы мен мейірім жетпей қалман қайта-қайта жібере бергеніміз, конечно, дұрыс емес. Ол бала өзі қаласа, пожалуйста, да, но желательно, конечно, өзіңіздің қасыңызда болғаны дұрыс қой баланың. Қыздар, қараңыздар. Любовный треугольник деген нәрсе не? Міне әйел бар, мына жерде күйеу бар, и мына бұрышта любовница бар. Или басқаша салайыншы қазір. Кешірім сен. Смотрите. Түсінікті болсын. Чтобы сіздерге түсінікті болсын. Так, вот. Осылай зеркально көрініп тұр ма, қыздар? Әйел, күйеу, любовница. Қыздар? Смотрите. Көбіне любовница не үшін келеді? Қай кезде любовница пайда болады? Когда мына екеуінің арасында полноценно дұрыс қарым-қатынас жоқ, иә? Почему? Любовница, по идее, қыздар, мына күйеу мен әйелде егер барлығы дұрыс болса қарым-қатынастарында, иә? Онда мына треугольник 3-ші кісі келмейді негізі. Мына 3-ші кісі не үшін келеді? Мына екеуінің арасындағы дефицит толтыруға келеді. Если мысалы кейде болады, күйеуге мына әйелден внимание жетпей жатады, интим жетпей жатады. Сол кезде на стороне он вот это находит, расслабляется. Түсінікті ме? То есть, кейде күйеу мен әйелдің ортасында ене тұрады, кейде күйеу мен әйелдің ортасында ақша тұрады, кейде күйеу мен әйелдің ортасында бала тұрады, кейде күйеу мен әйелдің арасында тағы бірдеме тұрады да. На самом деле, қыздар, мен күйеуім екеуміз осыған бола ұрсып жатырмыз, анаған бола ұрсып жатырмыз дейтін болсаңыздар, на самом деле екеулеріңіздің араңызда ол проблема. Вот шешілмеген мәселе бар да. И вот это вот треугольник, третий человек просто мына арадағы пустотаны толтыруға келеді. Яғни сіздердің араларыңызда дұрыс нәрсе жоқ, бірдеме болып жетпей жатыр деген сөз. По идее, отбасылық треугольникті былай қарастыруға болады. Смотрите, мына жерде ответственность, мына жерде интимные отношения, близость, сосын мына жерде душевная близость. Үш составляющийден тұрады. Негізі, қыздар, ер адамға мына интим деген нәрсе әйел дұрыстап беретін болса, ол сіздерге душевная близость береді екен.
яғни байқасаңыздар, осындай нәрсені байқасаңыздар, иә, вот кейде әйелдер күйеулеріне суық болады, өте суық болады. Түсінікті ме? Сол кезде еркек не істейді, онымен сөйлеспей қалады, онымен ренжіп қалады. Енді мен сіздерге бір күлкілі видео жіберіп едім ғой, как-нибудь я это выложу в сторис. Ал әйелге мына нәрсе қызықты болады екен қай кезде, когда еркек әйелге душевная близость берген кезде. Яғни жұмыстан келеді, шаршап келеді, бірақ әйелдің де шаршап отырғанын көреді бала шағамен. Сосын ол күйеу айтады, жаным, шаршадың ба? Не керек саған? Айт, жүр қыдыртып келейін ба, мен сені киноға апарып келейін ба? Деп кәдімгі бір сәт просто құшақтап әйелдің маңдайынан иіскеп, по душам бір сөйлесе, уже әйелде мынаған желание пайда болады екен. Представляете? Ал егер де әйел күйеумен душевно сөйлеседі, бірақ түнде именно осы нәрсеге ол отказ беретін болса, еркек оған суи бастайды екен. Потому что вот это их главная потребность. Понимаете, қыздар? И осы екеу дұрыс болса, ол семьяда мына ответственность деген нәрсе пайда болады екен. Яғни, осы основа дұрыс болса, интимные отношения и душевная близость, онда семьяда екеуі де жауапкершілік алады екен, да, семьяға. Екеуі бірдей жауапкершілікпен қарай бастайды екен. Әркім өз ісіне. Мына еркек ретінде, әйел ретінде өзінің ісіне жауапкершілікпен қарай бастайды екен. Енді қыздар қараңыздар. Вот этого вот в вашей семье нету, да? Былайша айтқан кезде, вы устаете, я понимаю, балалар кішкентай деген сияқты, ұйқыңыз қанбай, шаршайсыз, айтесіз, мүйтесіз. Бірақ күйеуіңізге оны түсіндіріп айтпайсыз. Почему-то вы все время его игнорируете, оған отказ бере бересіз. Сосын ол алады да, мына жақта мынандай нәрсе тауып алады да. Он там вот это нашел. И ол автоматически мына жақтан басқа треугольник құра бастайды екен. Мына жақта ол оған не береді? Жаңағыдей душевная близость береді, по душам сөйлесе бастайды, уже мына кісінің жаңағыдей проблемаларын тыңдай бастайды, и потом у них вот эта связь появляется, ответственность деген нәрсе пайда болады. Сонда кейбір әйелдер айтады да, менің күйеуім любовницаға барады, ол маған қарамайды, он безответственный, анау үшін бәрін істейді, оған ақша береді екен, қыдыртады екен, айтеді екен, бүйтеді екен деген сияқты нәрсе пайда болады да. На самом деле, девочки, понимаете, третий человек всегда мына арадағы пустотаны толтыруға келеді. Яғни образуется вот такой треугольник. Негізі қыздар, осы треугольникте әр адамның өзінің бір вторичная выгодасы бар. Күйеу шаршадым деп отказ бере берсе дейді. Значит, там тоже есть какая-то проблема. Қыздар қарадан қарап, ер мен әйел бір-бірінен суымайды. Менің әйелдердің қателіктері деген сабағымда оны айтқан болатым. Кейде әйел мама болып кетеді, оған контроль жасай береді, оның қыр соңынан қалмайды, оған даже демалуға рұқсат бермейді. Не істеп жатсың, не жейсің, кіммен жүрсің, анау кім, мынау кім деген сияқты чересур контроль жасап кетеді, Екінші ясама деген әйел болады, күйеуден көмек сұрамайды, бәрін өзінің мойнына алып алады да, еркекті менсінбейді, еркектің істеп жатқан дүниесін менсінбейді. Жаңағыдей одан көмек сұрамайды, шешімнің бәрін өзі шығара береді, ең соңында всегда претензиямен жүреді, Онан кейін сонда еркекте ғана жан бар ма, бірдеңе болса любовница деп. Да, я понимаю, қыздар. Енді қазір мен оның барлығын түсіндірем, кішкене асықпаңыздар, Мен оның бәрін түсініп тұрмын. Еркекте ғана жан жоқ. Но факт тот, что біздер әйелдерді семьяда қалай тәрбиелейді? Ертең бізді жерге қаратпа дейді, Ертең бізді жерге қаратпа. Тағы не деп айтады? Отбасыңның керегесін берік ұста, бүйт, сүйт, ертең қайтып келетін болсаң, бізді позорить етесің. Сосын кішкентай кезінен қыз балаға өте қатты жауапкершілік артады, Бізді позорын шығарушы болма, ертең ананың қыз деп айтпасын, мынаның қыз деп айтпасын деп. Бірақ ер адамға ондай тәрбие бермейді, почему-то семьяда, Ертең сен үйленесің, отағасы боласың, сол кезде сен осынша қиындықтарға шыда. Мысалы, әйел 40 жанды дейді, бірақ еркекке өйтіп айтпайды, еркек 40 жанды деп айтпайды, бәріне шыда деп. Кімнің күйеуіне енеңіз солай ақыл айтып жатыр? Кімді көрдіңіз? Вот это редкость. Бывает так, сондай аналар болады, но редкость. Бұл баласына сондай ақыл беріп айтатын, Қызы тұрған кезде всегда почему-то қызға көп ақыл айтқыш, бізде. Ер балаға ондай ақыл айтылмайды, Ертең сен үйленесің, сен отбасың болады, сен бала шағаң болады, сен соны асырауың керек болады, мына кейкіңмен сен оларды қалай асырамақшысың, арақ ішпе, темекі тартпа, албатта анда-мында қыздарға барма, өзіңді әйелің үшін сақта, деген сияқты нәрсені қай ұлға үйретеді, қай ұлға сондай тәрбие береді? Біз көрдік по ондай нәрсені. Бізде қоғамда көбінесе қыз баланы ғана айта береді, Қыз бала ол жұртының намысы, ой, қыз бала ел жұртының намысы, жаңағыдей
ну енді былайша айтқанда бұл біздің менталитет, иә қыздар, понимаете? Мен түп тамырын айтып жатырмын. Неге все время әйел жаңағыдай өзін кінәлі сезінеді деген сияқты, иә? Түсінікті ме? Сол үшін де семьяда бірдеме болған кезде әйел бәрібір де семьяны сақтап қалуға тырысады. Әйел балалар үшін жауапкершілік алып жүреді, до конца, до последнего шыдап жүреді, өліп бара жатса да ол балаларын ойлап, иә? Но ер адамдар көбінесе семьяда ол тез кетіп қала салуы мүмкін, ол сыртқан жаңағы решение проблемы іздеп кетуі мүмкін, ол сыртқа кетіп қалуы мүмкін, там білмеймін, покой іздеп кетуі мүмкін, иә, понимаете, қыздар? Вот мен причинасын айтып жатырмын. Неге әйел до конца шыдайды, бірақ еркек адамдардың көбісі не выдерживают. Мен оларды ақтап отырған жоқпын, мен просто соны айтып жатырмын. Біздің қоғамда сол тәрбие дұрыс емес. Сол тәрбие дұрыс емес, та? Яғни ол балаға көбірек насихат айтылу керек семья жайлы. Сен қазір сен еркек болып тудың ба? Сен қазірден бастап болашақтағы семьяңның несін ойла. Сен ертең бала-шағаңды қалай асырайтыныңды ойла. Сен қазір, мен ұлдарыма айтамын ғой, сендер қазір телефон ойнап отырсыңдар деймін да. Ертең семьяларың болған кезде өстіп асырайсыңдар ма семьяларыңды? Осы телефон сендерге не үйретеді? Ертең сендер нан табу үшін өстіп телефоннан үйренесіңдер ме деп айтамын да. Сен кітап оқыш деймін да. Кітап оқысаң, ақылды боласың. Ақылды болсаң, әйтеуір бір жерден шығасың. Сосын семьяңды спокойно тәрбиелейсің. Өзіңді қыдырасың, семьяңды да қыдыртасың деп айтам ғой. А сен қазір телефон ойнап отырсың, 2 жыл ойнайсың, 3 жыл ойнайсың, 4-ші жыл сен қандай адам боласың деп балаларыма, ұлдарыма солай айтам да. Түсінікті ме, қыздар? Бізде көбірек ұлдарға да насихат айту керек, сол мақсатта. Енді қараңыздар, осы треугольникте негізі әркімнің өзінің выгодасы бар. Мысалы, любовница деген нәрсе негізі она думает, өзінше бүйтіп ойлайды. Негізі любовница дегенді сіздер ойламаңыздар. Ойбай, любовница менен бақытты, ойбай, любовница менен артық. Если күйеуім менен любовница тауып алса, значит, она лучше меня деп никогда ойламаңыздар. На самом деле, мына любовница болып жүрген әйелдің де өзінің травмасы жеткілікті. Ешқашан есі дұрыс, зрелый әйел любовница болып келмейді еркекке, қыздар. Негізі өмір бір-ақ рет беріледі, иә? Сен пока біреудің былайша айтқанда, екінші рөлде жүрген кезде, иә, көбіне любовница не істейді? Жасырады, иә, қыздар? Любовницаны жасырады. Қонаққа барған кезде әйелін ертіп барады, иә? Әйелің кім деген кезде, балаларының анасы кім дегенде бәрібір әйелді айтады, иә? Бәрібір де ақшаны кім үшін табады? Әйел үшін табады. Негізі, если әйел одан еркектен ақша сұрай білетін болса, өзін бағалайтын әйел болса. Мына любовницаға көбінесе еркектер не үшін барады? Бел босату үшін барады, байқасаңыздар, иә? Просто лишь бы расслабиться ету үшін барады, да? То есть мына әйел, мына любовница рөліндегі әйел, да, если түсінсе, да, что она чисто для того, чтобы мына еркек просто бір қалған уақытын, қалған ақшасын, былайша айтқан кезде қалған вниманиясын қайда мынаған қалдық ретінде беріп атқан түсінетін болса, өзінің любовница болып жүргеніне ол әйел жылайтын еді. Неге мен любовница болып жүрмін? Неге мен қайран уақытымды, қайран өмірімді біреудің любовницасы болып көлеңкесінде тығылып жүріп өмірімді өткізіп жатырмын деп ол ойланатын еді. На самом деле любовница болуды таңдайтын әйелдер, олар өзінің травмасы жеткілікті әйелдер, қыздар. Әкесінен махаббат алмаған, жылу алмаған. Жоқ, тоқал емес, любовница жайлы айтып жатырмын, қыздар. Мен законный тоқалды айтып жатқан жоқпын, законный екінші әйелді айтып жатқан жоқпын. Любовница, көңілдес жайлы айтып жатырмын. Иә? То есть женщина, которая себя ценит, которая себя любит, өзінің өмірін қадірлейтін әйел, өзінің денсаулығын қадірлейтін әйел, өзінің ішкі күйін қадірлейтін әйел никогда бір еркекке, семьясы бар еркекке любовница болуға келісім бермейді. Понимаете, қыздар? Ол айтады да, я буду единственная, неповторимая, дейді. А тут она в роли кого? Второго человека. Яғни, ол всегда мына еркек тайна кездеседі, құпия кездеседі. Ол оны туыстарына айтпайды, жолдастарынан да жасырады. То есть мына әйел өтірік өмір сүріп жүрген әйел. Любовница – это женщина, которая сама себя обманывает. И она сама на это подписалась. Түсінікті ме, қыздар? Негізі өзін қадірлейтін әйел, негізі мынау да бір кезде қыз бала ғой, иә? Қыз бала всегда выбирает мужчину так, чтобы ол оны өмірде бақытты етсін. Олаған үйленсін депші. Мен бұл еркекке күйеуге шығамын, сосын бұдан балалы боламын, бұдан бақытты боламын деген сондай выбор жасайтын болса, это значит бұл әйел ақылды әйел деген сөз, да? Өзінің өміріне жауапкершілікпен қарайтын әйел деген сөз. Түсінікті ме, қыздар?
То есть мына әйелге қызықпай ақ қойыңыздар, және мына әйелмен өздеріңізді салыстырып, самооценкаңызды түсірмей ақ қойыңыз. Я любовница, ол туалетте отырып сөйлесетін адам. Мысалы, мына еркек любовницасымен туалетте тығылып отырып сөйлеседі. Мына еркек любовницасының есімін басқа бір сантехник, там, білмеймін, электрик деп сақтап қояды. То есть бұлардың қарым-қатынасында шынайы өмір жоқ, это обман. Это временная иллюзия. То есть өз-өздерін алдап жүрген адамдарда. Бұл қарым-қатынас просто өтірік қарым-қатынаста. Это обман, понимаете? Это иллюзия. Мына да өзін жақсы көріп тұрған жоқ. Мына да өзін жақсы көріп. Негізі еркекке де противно, что он имеет любовницу, при этом ол келеді, үйге келеді, оның баласы бар, әйелі бар. Но туда тянет. Почему? Потому что ол жақтан, мына жақтан аламаған дүниені іздеп барады да. И ол өзінің сол нәпсісімен күресе алмаған үшін, мынамен қарым-қатынаста болып келгеннен кейін өзін не істейді? Грязно сезінеді. Это разве счастье? Бұл разве бақыт па, қыздар? Бұл бақыт емес, иә? Енді қараңыздар, қыздар. Мына әйелдің өзінде де вторичная выгода болады екен. Чтобы у мужа была кто-то на стороне. Көбінесе тұрмыста шаршаған әйелдер. Көбіне күйеуіне внимание беріп шаршаған әйелдер. Көбіне еще мынандай әйелдер ше, который өздерін опять бағанағы айтқандай, өздерін үшке бағалайды, иә? И ойлайды, мен әдемі болуым керек, мен красавица болуым керек, мен ухоженный болуым керек, мен андай болуым керек деп күйеу үшін деп ойлайды да. Соның барлығын күйеу үшін істеймін дейді, сөйтіп шаршап кетеді де. Ар жағында бейсанасында айтады да, туф, өзі бір демалғым келіп жүр дейді. И все, ниетің ол сенің. Заказ выполнен. И вот это появляется любовница, которая даст тебе отдохнуть от твоего мужа. Понимаете, қыздар? Немесе әйелге выгодно, чтобы күйеуінде любовница болады. Әйел оны біледі, әйел онымен манипуляция жасайды. Тағы не дейді? Әйелге выгодно контролировать, манипулировать. Вот, сен маған измена жасағансың, сен оңбағансың. Еркек не істейді? Сосын кінәлі сезінеді де өзі мына әйелге внимание бере бастайды. И содан әйел өзін не істейді? Плюс 2, 5-ке сезіне бастайды. Вот, муж меня любит, он маған внимание беріп жатыр, он маған көйлек әперіп жатыр деп. На самом деле, бұл әйел ол вниманияны, ол гүлді, ол көйлекті немен алып жатыр? Манипуляциямен алып жатыр. Просто так я заслуживаю, чтобы меня любили, чтобы я была единственная, неповторимая. Естеместеме ақ просто бар болғаным үшін деген мына әйелде понятие жоқ. Ол всегда өзіне условия қойып отырады да. Мен таптаза болуым керек, мен андай болуым керек, мен мындай болуым керек, мен безупречная болуым керек, мен идеальная болуым керек деп жан таласып өз үшін емес, там білмеймін, күйеу үшін не істей бастайды? Интим тренингке барады, анда барады, мында барады, косметологқа барады, шашын қияды, сәнденеді. Бәрі не үшін? Бір адам үшін да. То есть Аллах үшін деген понятие болмаған кезде ол мынаның құлы болып кетеді. Мына адам ол сезеді, еркек сезеді де, ол өзін құдай сезіне бастайды. Ол өзін құдай сезінген кезде не істейді? Мына әйел уже байқамай бастайды да. Пусть вот эта женщина просто нету, мына әйел ода жоқ. И ол әйел жоқ, ол не істейді? Өзін опять же, потом опять же еркек сезіну үшін ол сырттан не істейді? Самооценкасын. На самом деле, қыздар, білесіздер ме? Ана бір-біріне сай адамдар қосылады негізі. Если әйелдің самооценкасы төмен болса, негізі еркектің де самооценкасы төмен болады да. Потом мына самооценкасы төмен еркек көбінесе любовницаны еще не үшін іздейді? Өзінің самооценкасы көтеру үшін іздейді. Өзін үшке сезінеді. Қата береді ғой дейді. Бәрінде қатып отыр ма, қыздар? Өзін үшке сезінеді, и только любовницасы болған кезде, оған бір әйел жаңағыдай, ой, сен кереметсің деп айтқан кезде ғана өзін беске сезінетін еркектер бар. И ол любовницаны чисто сол үшін заводить етеді. Негізі, қыздар, әйел өзінің самооценкасымен жұмыс жасаса, ер адам өзінің самооценкасымен жұмыс жасаса, өмірге не үшін келгенін түсінсе, я Алласын таныса, иманын таныса, онда ол екеуінің қарым-қатынаста зрелый болады да, нормальный болады да. И мына үшінші адам оларға керек болмай қалады негізі ше. Негізі зрелый еркек, ересек еркек, самооценкасы дұрыс еркек, бүйтіп мына әйелді алдап, мына жаққа тығылып барып жүрмейді де, баланың ойынын ойнап. Ол просто әйеліне келіп айтады да, ренжіме, мен басқа біреуді жақсы көріп қалдым. Болды. На этом соглашается, и оған айтады да, сен де өзіңе жақсы, как бы, адамың тапшы деген сияқты. Или былайша айтқанда, мына жерде любовница сама себя обманывает, еркек те өз-өзін алдап жүр. Мына жердегі әйелдің кінәсі то, что она забыла про себя. Понимаете, қыздар? Осыған дейін түсінікті ма?
Сұрақ бар ма? Так. Енді мен сіздерге қарым-қатынасты суытатын нәрселерді айтайын, иә? Қарым-қатынасты күшті қылатын нәрселерді айтпай ақ қойын. Просто қарым-қатынасты күшті қылатын нәрселерді айтқаннан пайда жоқ, егер сіз бәрібірде қателіктер жасайтын болсаңыз. Мен ана өзімнің әйелдердің қателіктері деген вебинардың қысқаша несін айтып берейін. Негізі екі әйел туралы шариғатта бар. Конечно, бар. Я тут про шариғат жайлы айтып отырған жоқпын, мен любовница жайлы айтып отырмын. Нелегально, который жасырын баратын. Еркек жасырын барады. Еркек былайша айтқан кезде өзінше героймын деп ойлайды. Неге мысалы еркектер измена жасайды? Көбінесе айтып тұрмын, біріншісі ол самооценкасы төмен, екіншісі отбасынан аламаған, әйелінен аламаған дүниені сырттан іздейді, жауапкершіліктің жоқтығынан. Үшіншіден, айналасындағылардың бәрінде любовницасы болса, ол өзін как будто көштен қалып қалған адам сияқты сезінеді, для статуса, былайша айтқан кезде, иә. Онан кейін тағы не? Бывает родительский сценарий, яғни әкесі өмір бойы шешесіне изменять етті, и ананың миында, балалық санасында оның это норма деп қабылданып қалды. И ол жаңағыдей бір әйелмен өмір бойы өмір сүріп жүрсе, оның жағында как это, что-то не то, бір өміріңді разнообразить етсе деген сияқты бір установка тұрады да, сонымен ол не істейді? Сырттан бір іздей бастайды да. И когда ол еркек, мен изменять етемін, маған любовница керек деген бір өзіне цель қойып алды, қыздар. Я сіз қанша жерден күшті болып жатсаңыз да, ол сделает так, что он пойдет к ней. Понимаете, қыздар? Бұл позициядан қалай шығамыз дейді. Любить себя, қыздар, мен не дедім? Любите себя, самооценкаларыңыз көтеріңіздер, өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар. Если есть какие-то вот проблемы, оны решать ету керек. Қалай решать ету? Психологқа барасыз, білмеймін, білім аласыз, өзіңізбен жұмыс жасайсыз, понимаете, қыздар? То есть бір жеріңіз ауырып тұр ма, оны жүгіріп барып лечить етіңіз. Шаршап тұрсыз ба, барып демалыңыз. Проблема бар ма, шешіңіз. А если это любовь дейді? Қараңыз, если вот муж говорит, я люблю свою любовницу, то пусть мына әйелін жіберсін, да, честно признается. Извини меня, я тебя разлюбил. Сен бақытты бол, мен сені ұстамай қойын, мен сені алдап жүрмей қойын. И он женится на ней, на этой любовнице. Но факт тот, что любовница болып жүрген әйелдер қазір, олар түсінеді, ар жақтарында түсінеді, что никогда еркек ажырасып бұған үйленбейтін түсінеді. Потом біреудің семьясын бұзып бақытты болу деген нәрсені қазір түсінбеген бе, кейін ол бәрібір тут его будет, эту женщину будет гложет, иә? Айтайын дегенім, егер де адам зрелый болса, иә, өзінің өміріне жауапкершілікпен қарайтын болса, ол ешкімді алдамайды. Ол честно өмір сүреді. Вот маған ана әйел ұнап қалды, мне с ней хорошо, ол әйеліне келеді, честно айтады, бала шағасында далада қалдырмайды, но бірақ былайша айтқан кезде шешеді ол проблеманы. Если еркек тығылып любовницаға барып мына жақтан әйелін алдап жүрсе, онда ол еркек әлі незрелый деген сөз. Любовницасымен 3-4 жыл тастамай жүрсе ше дейді. Айтып тұрмын ғой, вот это вот любовница өзінің 3-4 жыл өмірін біреудің көлеңкесінде өмір сүруге кетіріп жатыр. Это любовница на самом деле несчастная женщина, қыздар. Бақытты әйел, өзін жақсы көретін әйел 3 жыл, 4 жыл өмірін екінші біреудің планында өткізбейді. Он просто, знаете, она просто будет требовать. Или сен қазмаған үйленесің, или мені жібер, мен өзім бақытымды табам да, честно өмір сүрем дейді. Ешкімнен тығылмай, туыстарымнан тығылмай. Енді қараңызшы, сондай любовницалар, мысалы, тығылып жүріп, не істейді, бала табады, иә? Тығылып жүріп бала тауып алады. Ертең сол балаға не деп айтады ол? Әкем кім деген кезде, туыстарым кім деген кезде, не деп айтады? Соның бәрін ойлану керек қой негізі. То есть осы жерде араларыңызда любовница болып жүрген әйелдер болса, айтатыным, қыздар, вы просто несчастный. Просто өмірге честно қарап үйреніңіздер. Өздеріңіздің проблемаларыңызға честно қарап үйренсеңіздер. На самом деле сіздер өздеріңізге керек дүниені честно, ашық түрде іздеп, өмірлеріңізді строить етудің орнына вы просто решили обманывать себя. Түсінікті ме? И если еркектер болса осы жерде, которые имеют любовницу, вы тоже себе врете. Вот у вас есть семья, сіз оған күнде көп өтірік айтып жатсыз. Сіз тек қана семьяңыздың алдында өтірік айтып жатқан жоқсыз, сіз еще Алланың алдында өтірік айтып жатсыз. Сіз Аллахтың алдында өтірік айтып жатсыз. Вот ертең ақыретте
әр адам өз үшін жауап береді, иә. Вот любовница будет отвечать за тот отрезок времени, когда она сама себя обманывала. Еркек будет отвечать за тот отрезок времени, когда он и себя обманывал, и семью обманывал. Понимаете? Бұл жерде, если әйелдің де вторичная выгодасы болатын болса, да, просто мен күйеумен қарым-қатынас құра алмаймын, менің самооценкам төмен, мен соны жөндеудің орнына, мен есеюдің орнына, өзімен жұмыс жасаудың орнына, я создала такую ситуацию, где муж начал искать другую на стороне. Мен оны біліп жүрдім, я? Мен оны біліп жүрмін, у мужа есть любовница, но я это терплю, и при этом, ладно терпеть, да, при этом, самое худшее, при этом я с собой ничего не делаю. Просто тупо мен сондай өмірге көніп жүрмін. Когда мен екінші планда жүрмін. Понимаете? За это тоже будете отвечать. Понимаете, қыздар? Түсінікті ме? Енді мынандай нәрсе болады да, күйеу мен әйел бір-бірімен сөйлесе алмайды, подушам сөйлесе алмайды. Просто мына әйелге, күйеуге шықты әйел, е? Вот нету в ней ничего интересного. Ол күйеумен подушам сөйлесе алмайды, ол ешқандай оқымаған, былайша айтқанда көз ашық емес. Күйеу, мысалы, көз ашық адам, да? Екеу қосылды, еркек дамып жатыр, да? Әйел не развивается, не читает, бір тәкаппарлығы бар да, мен бәрін білем деген. Неменеге керек ол оқу? Тупо баланы туып жатыр, бірақ не үшін туып жатқанын білмейді, не үшін өмір сүріп жүргенін білмейді. Иә, нәпсінің құлы болып, жаңағыдай тәнін жіберіп қойып, нарахати өмір сүріп жатыр, бірақ мына жан дүниесін, миын, мына жағын толтырмайды да, рухани байлық жоқ. Она пустая, понимаете? Но еркек дамып жатыр. Еркек айтады да, еркек чувствует, да? Келеді, екеу әңгімелеспекші болады. Екеу әңгімелесіп отыр, әйелден бірдеме сұрайды, ол ашуланып бастайды, потому что айтатын ештемесі жоқ. И бейсаналы түрде мына әйел айтады да, отстань от меня дейді. Отстань от меня, пожалуйста дейді. Айтады да, мен айтатын саған түгім жоқ дейді. Мен білгім де келмейді. Сенің айтып отырған сұрағыңа жауап та бергім келмейді, және мен ол сұрақтың жауабын іздегім де келмейді дейді. Түсінікті ме? И еркек оған былай айтады, былай сөйлеспекші болды, уже арада ортада балалар бар, и сонан кейін ол не істейді? Я не оправдываю, қыздар, но сырттан бір әйелмен подушам әңгімелесе бастайды. И ол салыстырады да, үйінде отырған әйелмен салыстырады, интеллектісін. Мына жақтағы сөйлесіп жүрген әйелмен салыстырады. Та женщина интереснее. Вначале ол хочет сохранить семью, да, келет әйелін айтады. Бүйтші, сөйтші, ақыл айтады, былай айтады, әйел гордая, әйелде гордыня бар. Ол айтады, ол мойындамайды, ол ашуланады, өзің сондайсың, өзің мындайсың дейді. В итоге бәрібірден не істейді? Еркек собеседник іздеп кетеді даладан, не? Или бывает наоборот, мысалы. Әйел дамып жатыр, еркек қап қойды. Әйел дамып жатыр, еркек қап қойды. Сол кезде еркек не істейді? Самооценкасы төмен болғандықтан мына әйелді төмен түсірмекші болады. Сосын ол не істейді? Мына әйелдің бүкіл кемшілігін бетіне баса бастайды. Мысалы, әйелде миллион артықшылық болуы мүмкін, да, оның қолынан там білмеймін, неше түрлі нәрсе келуі мүмкін. Ол әйел, мысалы, шет тілдерін білетін болуы мүмкін. Ол әйел өте күшті білімді болуы мүмкін, е? Бірақ еркек дамымайды. Еркек дамымайды, сосын ол не істейді? Мына әйелдің самооценкасын түсіре бастайды. Мысалы, оның жаңағы тіл білетіні, ақылдылығы, красавица екендігін бәрін ол обесценивать етеді, бір нәрсесіне тисе бастайды. Сен салақсың дейді, сен тамақ дұрыс пісе алмайсың, сен андайсың, сен мындайсың дей бастайды да. И көбінесе әйелдер соған ілініп кетеді. Ол өзін неполноценно сезіне бастайды. Ол өзінің бір кемшілігіне бола мұнанша жаңағы артықшылығын жоқ қылып жібереді, құнсыздандырып жібереді. Да, я никакая деп айтады да. И все, хоппа, еркек не істеді, ұстады мына әйелді төмен қарай түсірді. Он начинает ходить налево, изменять начинает. Ана әйелге айтады да, әйел бірдеме десе, сен өзің кінәлісің дейді да. Мен тамағым дайын емес, сен менің кірімді жумай қойдың, бүйтпей қойдың, сөйтпей қойдың. Сөйтіп әйел өзінің бойындағы бүкіл құндылығын обесценивать етеді, иә, қыздар. Ал ілінбес үшін ондай манипуляцияға әйел түсіну керек, да, қыздар. Что я окей болды. Если әйел өзінің өсіп бара жатқан жолында тоқтамайтын болса, я окей, да, я окей. Бірақ онда еркек не деп айтады? Сен тамақ істей алмайсың, сен не окейсің дейді да. Сен киім тіге алмайсың, сен не окейсің дейді да.
Хорошо, просто молча бар да, киім үтіктеуді үйрен, тамақ істеуді үйрен, но мынаған ілінбеш, манипуляцияға ілінбей ақ қойшы. Еще оның барлығын сен үйрен кім үшін? Өзің үшін үйрен да. Көбінесе мына күйеуден айырылып қалудан қорқатын әйелдер не істейді? Мынадан да төмен түсіп кетеді. Егер бірақ та әйел оған ілінбейтін болса, ол дамуын тоқтатпайды. В итоге мужчине придется оның артынан еруге, если он любит ее, понимаете? Бірақ бізде көп әйелдердің самооценка страшно төмен, қыз балалардың самооценка страшно төмен. Олар күйеуге шықпай тұрып, мына еркектің дамымайтынын білген да, біле тұра соған үйленеді ғой.